артынан бұл қыздары немерелерімен шығады. Жоқ, бүгінгі тойдың форматы бөлек болғалыdır. Себебі 50 жыл бұрынғы кезге қайта оралатын боламыз. Себебі қазір құда бала құдаша шығады, күйеу жігіт 50 жыл бұрынғы жас келін шығатын болады. Қазір енді баршамызда орындарымызда тұрайықшы. Орындарымызда бәріміз тұрайық. Әдемі болып тұрайық. Қазір алдыменен 50 жыл бұрынғы тойдағы құда бала мен құдашаны ортаға алдыратын боламын. Жақсылап, әдемілеп, билеп шықса, сіздерден құрмет, қошеметпен айғай-шу, поддержка болса, ендеше бүгінгі кешімізді бастайық. Кештің басты кейіпкерлерін шақырайын. 50 жыл бұрынғы тарихты қайттан қозғайтын боламыз. Құда бала, құдаша, келіңіздер! Қош келдіңіздер. 50 жыл бұрынғы құда бала, құдаша, саламатсыздар ма? Қолыңызды алып қойыңыз. Ассалаумағалейкум. Ал енді құрметті ағайын, 50 жыл бұрынғы жас жігітті шақырайын. Салма қалтаңа салма. Тек қана өзін, енді шынымен де құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. 50 жыл бұрынғы жас жігіттеріңіз Ербол әкемізді ортаға алдырайық. Қантырап, қол соғайық. Ербол әкеміз, күйеу жігіт. Ал енді құрметті ағайын, ендігі кезекте бүгінгі кештің туған күн иесі әрі бүгінгі кештің ең әдемі қызы, ең аяулы қызы Ырысты анамызды шақырайын әдемі әнменен. Как обычно тойдағыдай болып қысталып шығады ғой, өлең айтып күшті вообще. Қалай шығып, маған қызық болып тұрған. Ал бір қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Қасында қос бірдей әнші қалыптыңыздар ғой, мен? Алтын тойға жетті бүгін қос қанат.
Ай, тамаша, гүл шоқтары менен артынан ерген ұрпақтары, ол қыздары, немере, жиендері, шөберелердің артынан ата-анасына деген гүл шоқтары қабыл алыңыздар. Анамыздың шағы гүлге толы болсын, әкеміздің жүзі мейірімге толы болсын.